Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осылай өте оңай жолмен жұлма көженің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер де сіздерге қызық болса, соңына дейін қарап, рецепті жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдыменен қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, майды қыздырып алғаннан кейін туралған етімізді, пиязымызды және картоптарымызды сәбіз қосқыларыңыз келсе өз қалауларыңыз бойынша қосып, осылайша барлығын араластырып аламыз. Оның үстінен аздап томатымызды қосып, оны да жақсылап араластырып, кішкене қуырып алғаннан кейін үстінен көк және қызыл болгар бұрыштарымызды қосып, оларды жақсылап араластырып, біраз уақыт қуырып алатын боламыз. Етімізді кішкене қызартып, біраз уақыт қуырғаннан кейін үстінен 2 шөміштей суымызды құйып, үлкен шөмішпен құясыздар, отбасы санына қарай суларыңызды құйып және татымына қарай тұздарыңыз салып алыңыздар. Егер де еттеріңіз тұз алған болса аздау, еттеріңіз тұз алмаған болса өз нормасымен салып аласыздар. Осылайша сорпамыздың қайнағанына қақпағын жартылай қоятын боламыз. Міне қазанымыздың енді сорпамыз қайнап шыққаннан кейін тағы да 5-10 минуттай уақыт, біраз уақыт қайнатып аламыз. Біздің етіміз, картоптарымыз толық пісуі үшін дәл осылай үйлеріңізде жасалынған жұқпа болса не болмаса өздеріңіздің лаваштың қамырын осылайша қатырып алып, дәл осылай қолдарыңызбен жұлып алып, тамаққа осылай қосасыздар. Дәл осылай барлығын қосып алғаннан кейін кешіресіздер, тамағым кішкене біртүрлі болды. Дәл осылай жұлма көжемізді пісіріп алатын боламыз. Бір қайнатып 5 минутта ғана пісіп шығады. Егер рецепт сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.